Үйдегі көгерген жерлер, плесен, адамға зиян. Әсіресе үй ылғалды болса, желдетілмесе, көгеру көбейіп, денсаулыққа әсер етеді. Қысқа түсінікті етіп жазып берейін. Көгерудің адамға зияны. Бір, тыныс алу жолдарын тітіркендіреді. Жөтел, түшкіру, мұрын біту, тамақ ауру. Демікпесі бар адамдарға өте қауіпті. 2, аллергия туғызады. Бөртпе, көздің қышуы, терінің қызаруы болуы мүмкін. 3, бастың ауруы мен шаршау. Көгерудің иісі мен споралары бас айналдыруы мүмкін. 4, иммунитетті әлсір етеді. Ағзаға тұрақты әсер етсе, әлсіздік пайда болады. 5, балалар мен қарттар үшін қауіпті. Өйткені олардың ағзасы тез әсер алады. Не істеуге болады? Қауіпсіз кеңестер. Бөлмені күнде желдету. Ылғалды жерді құрғату. Көгерген жерді қолғап киіп, сумен және сабымен сүрту. Қажет болса, қауіпсіз тұрмыстық тазартқыштармен өңдеу. Тұрақты қайта шығатын болса, қабырға, терезе, төбе арасындағы ылғал себебін іздеу қажет, мамандарға айту қажет болады.